Бүгін сендермен контексттің 5 тапсырмасын бірге орындайтын боламыз. Яғни видеоны соңына дейін қарап, осы каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Және каналға бізде уведомление қосып қоятын болсаңыздар, сіздерге әр видео сабақ міндетті түрде хабарлама ретінде келіп отыратын болады. Ендеше сәттілік. Бірінші бізде судың иондық көбейтіндісі. Бұл жерде біз білу керек нәрсе, яғни біз сұраққа назар аударамыз, иә? Мына жерде бірінші сұрақ, ол бізде 21-ші сұрақ күшті қышқылдық орта көрсететін зат дейді. Адамның тері, томат жырына асқазан солі сілекей. Яғни осы кілт сөздерді біз тексттен іздейміз. Адамның терісінде бізде қышқылдық орта қанша екеніне қарап отырмыз. Адамның терісінде бізде 4 пен 6-ның аралығында, асқазан сөлінде 1-1,5, ас содасында 8-10. Енді ең төмен көрсеткіш, яғни күшті қышқыл болу үшін әрине мына жерде қараймыз. Ол шама не болу керек? pH-тың мәні 0 мен 3-тің аралығында болу керек. Яғни біз байқап отырсақ, бұл жердегі, мына жердегі адамның терісінде 4 пен 6, яғни 3-тен көп, иә. Сілекейде 6-тан 9, яғни тоже 3-тен көп. Сол үшін де бұл жерде дұрыс жауап 1 мен 1,5 деген, яғни асқазан сөлі болып табылады. С дұрыс жауабын біз белгілейміз. Ал жаңа томат шырынында көріп отырдыңыздар, иә, каждый мен көрсетіп кетейін. Бұл жерде 4-те 1. Ал күшті қышқылдық орта көрсету үшін pH-тың мәні 0 мен 3-тің аралығында болу керек. Осыны есте сақтаңыздар. Енді келесі сұраққа өтеміз. Келесі сұрақ бізде ол ас содасы ерітіндісінің ортасы деп тұр. Жаңа бізде текстте болды, ас содасы ерітіндісінің ортасы 8 бен 10-ның аралығында. Енді егер pH-тың мәні 8 бен 10-ның арасында болатын болса, ол бізде қандай күшті қышқылдық па, әлде әлсіз қышқылдық па? Вот бізде осы тексттен қараймыз. 0 мен 3 ол айттық күшті қышқылдық. Егер 3 пен 7-ның арасында болса, ол әлсіз қышқылдық. Мына жерде әлсіз қышқылдық. Ал егер 7 мен 11-дің аралығында болса, ол әлсіз негіздік. Және мына жерде айтып отыр осы текстте 11 мен 14-дің аралығында болатын болса, онда ол күшті сілтілік орта болып табылады. Осы жерден біз байқадық, күшті сілтілік. Асқазан сөлін, бұл жерде ас содасында 8 бен 10-ның аралығында болғандықтан, ол бізде қай қатарға жатады? Яғни үшінші бізде 7 мен 11-дің аралы, яғни әлсіз негіздік деген қатарға жатады. Сол үшін де біз мына жерден дұрыс жауап ретінде А вариантын, яғни әлсіз негіздікті дұрыс жауап ретінде белгілейміз. Ары қарай уже бізде үшінші текст. Бұл жерде айтылып тұр, күшті күкірт қышқылының, яғни 0,1 молярлы 25 мл ерітіндісте 500 мл-ге дейін сұйытылған. Алынған ерітіндегі pH-тың мәні дейді. Егер күкірт қышқылы ерітіндіде толық диссоциацияланады деп қарастыратын болсақ дейді. Енді бірінші біз міндетті түрде бұл жерде күкірт қышқылын толық диссоциацияланады деп айтылатын болса, онда біз оларды иондарға жатып жазамыз. Яғни HCl4 толық диссоциацияланса, онда бізде ол жерде сутектің катионы және сульфаттың анионы түзіледі. Бұл жерде бірінші күкірт қышқылының молярлық ерітіндісімен оның бізде көлем берілген 25 мл, сол арқылы оның біз молярлық концентрациясын тауып аламыз. Яғни N бөлінген В деген формуламен. 0,1-ді көбейтеміз 25-ке, оны 500 мл-ге дейін сұйытылды дейді. Яғни 500-ге біз бөлеміз. Осы арқылы есептеу жүргізейік. 0,1-ді 25-ке көбейтіп 500-ге бөлсек 0,10,5. Яғни оның бізде шамасы анықталды. Егер қараңыздар, егер күкірт қышқылынікі 0,10,5 болатын болса, бұның алдында 1 деген коэффициент бар, ал егер енді бізде сутектің концентрациясын табу керек, біз pH-тың мәнін табу үшін. Себебі бізде pH-да формула бар, pH-тың мәні минус логарифм H, яғни сутек оның концентрациясына тең. Енді біз бұл жерден шамасы, яғни 10,5 екенін тауып алдық. Енді бұл жерде алдында коэффициенттері күкірт қышқылының алдында 1, ал сутек ионының концентрациясы 2 болғандықтан, яғни мына шама 2 еселенеді. Яғни бұны біз коэффициенттер әдісі дейміз. Яғни коэффициенттері бізде
әртүрлі шамада болып тұр. Яғни 0,5 бұл жерде сонда 2-ге көбейтетін болсақ, 0,5 бұл жерде 100-ден 1-ге тең болады. Яғни бізде сутек ионның концентрациясы 0,100-ден 1. Оны біз қалай таптық? 0,5 бізде 1005-ті көбейттік 2-ге. Енді олай тауып алдық, енді біз жерден pH-тың мәнін табамыз. pH ол бізде минус логарифм H дедік, сутек ионның концентрациясын. Бұл жерде сутек ионның концентрациясының шамасы 0,100-ден 1 болып тұр. Яғни сонда минус логарифм 0,100-ден 1 деп отырғаны, ол егер ондық негізге келтіретін болсақ, онда біз минус логарифм ондық негіз, оның минус 1 дәрежесі дегеніміз, оның минус 2 дәрежесі деген сөз. Себебі біз үтірді былай 0,100-ден 1 деп жылжытатын болсақ, бізде осы шама тең болады. Сонда ондық негізде қысқарады да, алдына минус пен минус қысқарады да, сонда бұл жерде ондық негізде қысқарып кеткен соң, оның дәрежесі, яғни дәрежесіне тең болады. Сонда pH-тың мәні 2-ге тең. pH-тың мәні 2-ге тең болатын болса, біз мына жақтан дұрыс жауап ретінде В вариантын аламыз. Яғни бұл үшін сендер pH-тың осы шамаға тең екенін формуласын естеріңе сақтап алуларың керек. Келесі енді 24-ші сұрақ. 24-ші сұрақта айтады, ерітіндідегі сутек ионның концентрациясы оның минус 5 дәрежесінде болатын болса дейді, осы ерітіндінің ортасы қандай дейді. Жаңа біз ерітіндінің ортасын pH-тың мәніне байланысты оларды жіктедік, контекстте. Бұл үшін, яғни жаңағы формуланы қолдана отырып, pH минус логарифм сутек ионның концентрациясын қолдана отырып, осы жерден біз pH-тың мәнін тауып аламыз. Яғни бірінші, бұл жерде оның минус 5 дәрежесі деп отырған, яғни минус логарифм оның минус 5 дәрежесі, жазамыз. Енді ондық негізге келтіретін болсақ, яғни 10 бұл деп отырған оның минус 5 дәрежесі. Яғни ондық негіздегі ондар қысқарады, яғни логарифм алдына минус пен минус көбейтіліп, яғни бұл 5-ке тең болады. Яғни pH-тың мәні 5-ке тең болатын болса, ол бізде қандай орта. Ол үшін жаңағы контекстке оралып, мен сіздерге көрсетейін. Егер оның шамасы 5 болатын болса, онда ол әлсіз қышқылдық болады. Яғни pH-тың мәні 5, ол әлсіз қышқылдық. Ол үшін міндетті түрде 24 сұраққа қайта ораламыз да, әлсіз қышқылдық деген В жауабын белгілейміз. Себебі бұл 7 мен 11-дің аралығында болып тұр. Келесі бізде 25-ші сұрақ. 25-ші есеп бұл. Бұл жерде айтылған 200 мл 0,5 моляр натрий гидроксид ерітіндісіне 400 мл H-хлордың ерітіндісін араластырған. Алынған ерітінде артық қалған қышқылдың концентрациясы қалай деп, қанша мл. Ол үшін біз міндетті түрде бұл жерден есептеп жүргіземіз. Ол деген қалай? Бірінші есептеуді реакция теңдеуін жазайық, яғни натрий гидроксидіне H-хлор қосылған. Яғни бейтараптау реакция жүрген, натрий хлориді және су молекуласы жүрген. Бірінші біз бұл жерде әр, яғни өздерінің шамасы берілген ғой, соған байланысты біз молярлық концентрациясын тауып аламыз. Яғни бірінші натрий OH-ті табамыз. Яғни 200-ді көбейтеміз 0,15-ке. Және біз оны бөлеміз, яғни 200 мл мен мына жердегі және 400 мл екеуін қоса отыр. Сол жерден бізде не шығады? 600 мл шығады. Сондай молярлық концентрация бұл жерде неге тең болады? Бұл деген формула N бөлінген V мен шығарылып тұр. 200-ді 0,15-ке көбейткенде ол бізде 100-ге тең болады. Бөлейік оны 600-ге, сонда 0,167 молярлық болады. Ал екіншісі енді H-хлордікін табамыз. Яғни бұл жерде 400-ді көбейтеміз 0,15-ке. Бөлеміз 600-ге. Бұл жерде 0,333-ке тең болады. Енді қараңдар, мен жаңа айтып өткенде коэффициенттер әдісі деген болды, сендерде. Бұл жерде 0,167 болатын болса, егер қазір көрсетейін. Егер бізде
Натр гидроксид 0,167 болатын болса, онда ашық орында алдында бір деген коэффициент бар, иә, ол да бізде 0,67-ге тең болады. себебі олардың коэффициенттер бірдей. Енді бұл жерде артық қалған қышқылдың концентрациясы, яғни ашық ордың концентрациясы қанша деп тұр. Сонда артық қалған табу үшін біз бұл жерде, яғни есептеген кезде олардың шамасы бойынша, ол кезде бізде 0,333 шықты, иә. Және реакция теңдеуі бойынша бізде ол 0,167 болу керек. Сонда екеуінің айырмасын алатын болсақ, бізде артық қалған қышқылдың концентрациясы, сонда ол 0,16-ға тең. Яғни бұл В жауабына сәйкес келеді. Достар, осымен сендерге берілген 25 сұрақтың барлығын толықтай талдап өттік. Міндетті түрде осы видеоны достарыңызбен бөлісіңіз және каналға жазылуды ұмытпаңыздар.